Баяғыда 90-ға келген қарияға немересі жүгіріп келіп, ата, есіктің алдына бақ келіп тұр депті. Осы уақытқа дейін қонбаған бақтың енді маған керегі жоқ деп қария орнынан қозғалмастан отыра беріпті. Немересі екінші рет жүгіріп келіп, ата, есіктің алдына дәулет келіп тұр депті. Осы уақытқа дейін қонбаған дәулеттің енді маған керегі жоқ деп қария орнынан қозғалмай отыра беріпті. Немересі үшінші рет жүгіріп келіп, ата, есіктің алдына аман келіп тұр депті. Сонда әлгі қария таяғына сүйене жығылып, сүрінігіп, есіктің алдына шығып, менің ұрпақтарымды осы уақытқа дейін аман сақтап жүрген амандығым төрге шық деп төрден орын беріпті. Сонда бақ пен дәулет босағаға келіп жайғасыпты. Қазағымның әрбір шаңырағының төрінде амандық, босағасына дәулет пен бақ келіп орналассын.